Өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамның қолдауымен Алматы облысының Байсерке ауылында Шинлайн зауытында өндірісті жаңғырту және кеңейту жобасы іске асырылды. Балмұздақ шығаратын Шинлайн фабрикасы 2004 жылы іске қосылды. Бүгінгі таңда ол бірнеше үлкен жаңғыртудан өтті және де 33 гектар өнеркәсіптік кластерге дейін өсті. Жаңа зауыт балмұздақ, мұздатылған жартылай фабрикаттар мен әртүрлі тамақтану өнімдерді шығаратын фабрикалардан тұрады. Жоба шеңберінде өнеркәсіпті дамыту қорының инвестициялары қуаттылығы жылына 66 мың тонна балмұздақ өндіретін жоғары технологиялық және инновациялық жабдықтарды сатып алуға бағытталған. Шинлайн зауыты халықаралық стандарттағы өнімдердің 140-тан астам түрін шығарады. Еуразиялық экономикалық одақтағы ең ірі 10 балмұздақ өндірушілердің қатарына кіреді. Сонымен қатар, Қазақстандағы балмұздақ өндірісі бойынша көшбасшы болып табылады. Зауыт өнімдері Ресейге, Қырғызстанға, Өзбекстанға, Монғолияға, Белоруссияға, Әзербайжанға экспортталады. Ал болашақта зауыт Біріккен Араб Әмірліктерінің нарығына шығуды жоспарлап отыр. Өндірістің жаңа технологияларын жаңғырту және енгізу Шинлайн зауытына 2027 жылға қарай тәулігіне 350 тонна өнім шығаруды қамтамасыз етуге, сондай-ақ 2500-ге жуық жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Өнеркәсіпті дамыту қоры елдің өңдеу өнеркәсібін дамытуға елеулі үлес қосқанымен, ішкі нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыратын, сондай-ақ елдің экспорттық әлеуетін арттыруға ықпал ететін өнімдерді шығаратын отандық кәсіпорындарға қолдау көрсетеді. Экономика саласындағы ауқымды жоспарларды іске асыру өңірлерде өнеркәсіпті дамытусыз мүмкін емес. Сондықтан қор өңірлік кәсіпорындармен серіктестікте өндіріс қарқынын арттыруға, бәсекеге қабілетті технологияларды құруға және импортты алмастыру процестерін жолға қоюға мүмкіндік беретін міндеттерді жедел шешеді.